Oş yakında ötken Ak Kökşetau'da olan Akan Serinin 150 жылдығындағы Ақдар Айсын жүлдегері Бекетов Бүркіт Бағила Болмалова 1989 жылғы оқушылардың республикалық айтысына қатысына асыққан жүлдегер. Сосын мынау Шақшан Кәрібекованың 3 жылдығында жас балғын ақынға берілетін сыйлықтың иегері Қостанай Торғай облысы Ақдар айтысының бірнеше дүркін жеңімпазы жүлдегері Арқалық қаласының Ақдар айтысының жеңімпазы Бағила Болмалова, әнші Сейдахметов Айдан республикалық дәстүрлі ән байқауының жеңімпазы Торғай Көкшетау облысындағы Ақдар айтысының жеңімпазы, мынау Торғай облыстық домбыра сазы байқауының жеңімпазы, республикалық дәстүрлі ән байқауының жеңімпазы, Көкшетау Торғай облысының Ақдар айтысының жеңімпазы. Азамат Мәлженбай, республикалық Ақдар айтысының Аламан айтысының жеңімпазы. Қостанай облысы Арқалық қаласы және осы Арқалық қаласында өткен дәстүрлі айтыстардың жеңімпазы жүлдегер атанған азамат. Онымен бірге Мамай Үстілеу бала кезінде Файзолла Ишаның 100 жылдығына арналған айтыстың жеңімпазы, республикалық айтысқа қатынасқан Қостанай, Амангелді, Арқалық аудандарында айтыскер ақындардың жүлдегер жеңімпазы болған. Тоба Өтепбаев, жас ақын, жақында өткен республикалық Нұр Отан Халық демократиялық партиясының 10 жылдығына арналған айтыстың жүлдегері. Арқалық қаласында Амангелді ауданындағы айтыскер ақындардың соңға қатынасып, сол бірнеше мәрте жүлдегері болған. Амангелді Сейітхан, жас ақын, жақында осы күні кеше ғана Торғай Қостанай облысында өткен жас тұлпар ақындар айтысының бас жүлдегері. Міне осы 3 бар. Ал енді бірінші айтыс Бүркіттен Бағилаға қалған ақындар енді қызыққа барған. Қол беттен қой. Төреші, міне қалым өздеріңіз төрешіздер. Байланып осы ауылға кіндігінен, түтіні түзі ұшқан түндігінен, сыйластықтың қашанда салтын сақтап, түңілмеген өмірде тірлігінен, армысың аман толай халқым менің, айрылмаған ешқашан бірлігінен әгигәнім. Бұл ауыл менің мынау мақтан елім, өмірден іздеп жүріп тапқан елім. Жастары ел жұртының қамын ойлап, өнері өрге қанат қаққан елім. Өткен жыл зиратына қоршау салып, тойхана мешіт салып жатқан елім, әгигәнім. Ауылда қосқаным жан тарлан елім, мақтамауға ұжданым бар ма менің. Шәмшиттің қосылы кеп Қостанайдан, мектепке буғазанын жаққан елім, әгигәнім. Елбастар өзелінің қаралары, Шәкемді ені солай бағалады. Қабыл болсын айтайық ағайындар, ас беріп жатса бүгін балаларым, әгигәнім. Құдайым қуат беріп тілімізге, адал болсақ Алла мен дінімізге,
Жалғанда өмір сүру қандай бақыт, арқа сүйеп біріміз бірімізге. Алла қуат берсін деп тілейікші, ас берген бақыт керей өнімізге әлигағымай. Ағайын ыстықсың қармаған бәрін, сақтайтын сыйластықтың амалдарын. Өзгені олайын алып шықсам дағы, сіздердей адамды да таба алмадым. Осасты өтеді деп естігенде, мен дағы алабұртып алаңдадым. Қосаған қос күйеуді жоғалтсам да, бұластан дәтім барып қала алмадым. Сауапқа жазыншы деп тілейікші, келген мынау жамағаттың қадамдарын әлигағымай. Ас өтмесе осындай дүрмекпенен, қайырсыз қаржым ұрсын тірнектеген. Ағайын жамағат жалпыға мен ризамын, асқа келген аға деп құрметтеген әлигағымай. Бұл шәкең қарапайым адам еді, аймақтың құрметтеген тамам еді. Серікпен бірге өсім, серікпен баласымен бір өскен соң, әкемдей болып кеткен ағам еді бұл әлигағымай. Өзіме тартып туған нар қызым-ай, көлемі де өзімдей бар қызым-ай. Ел жайында жырымды көп айттым ба, ұйықтап қалған жоқ басың бал қызым-ай. Кеудемнен көп кептер ол ән ұшқанда, бол бүркіп айтыс болса қалысқан ба, Құдай сені балғыз қылып жаратқан соң, қырындап кетсем егер намыстан ба, қуанып мен отырмын осы жерде, сағынада ақын болып табысқандай әлигағымай. Айтсын деп жақсы деп көмейін деп, мен отырмын жырымдай төбейін деп. Қарайып қалды мынау жезден қазір, отырмын соңынан бір ерейін деп. Топқа түсіп жүрсің ғой жолды баста, отырмын артыңнан мен ерейін деп әлигағымай. Аман туғайым ардақтым, бетімді алғаш ашқаным, ақ тілек тілеп жолыма алдымнан шашу шашқаным. Алдыңа еліп еркелеп әлімді тағы бастадым. Атамызға арналған қабыл болсын астарың. Өнегелі боп ер жетсін ертеңгі өсер жастарың. Сыйластыққа не жетсін дүние деген қасқағым. Осы елде әркез той болып, той жасайдың ой болып, аман тоғайдың төрінде қосылсын жиыр бастарың. Жусанның иісі аңқыған, қара жарына қайранмын.
Ақсуатыңды ағайын жер жұмағы деп ойғалдым. Қарақұдықтың қымызын тойланатын тойғалдым. Махатыңнан соғымның семізін алып сойғанмын. Қызыл жардың қырында ән салсам деп ойландым. Табиғатын ғанчардың жарнама жасап қойғанмын. Аман тоғайым құт мекен, құрсағың сенің құт екен, әулием жатқан құтандай нар шөккен жерден айналды. Болады айтыс деген соң, алып ұшып-ақ жеткенмін. Жездеге сізге балдызбын, бірдеме қылып ептермін. Шуағын төккен жаныңа хабаршысындай көктемнің. Бейбітшілікті аңсаған ақ қанат құспын кептермін. Қыранмын деп дегенмен қыр көрсетем деп ойлама, жыныма тисең жездеге қырандарды да бөктерді. Қыран боп кейде мақтанып деп жүресіз ғой іріміз. Таңдайға балдай татылған жездекем едің жырыңыз. Айтысуды қоймаймыз бірімізбен біріміз. Болмаса айтыс не болар біздердің көрер күніміз. Қарқайдым деп жездеге бар әлі шығар шыңыңыз. Таңертең менен апекем жіберді мекен шай бермей, жіберді мекен шай бермей, солғындау екен түріңіз. Сенсің ғой балды жанау асыл адам, жақсы болсам жолыңа басыр алам. Өзіңдей келін болсын бізге біткен, барға тасып жоғына жасымаған. Қымызды да соғымды да сыйладымсың, аман тоғай екең ой асыраған дәлеге. Байқаймын бұл жездеңнен бұғынбайсың, әзілімді алал деп ұғынғайсың. Бұрындары қайсақтап отырушен, байқаймын айтар сөзге бүгінбайсың. Алдыңда жездеңі отыр арыстандай, шырағым байқап ұрынғайсың. Бүркіт боп баяғыдай біреу білсең, тырнағында торғай боп шырылдайсың. Жүре бер маған балдыз алаңдамай, сөзімді мен кетпеспін тәмәмдамай. Шай бермеді деп отсың көрместен ақ, мен отырайын апамды жамандамай. Қылмайық осы сөздің артын егес, қызғаламен тістесу салтым емес. Апаң шайды бермесе бозғыл қылып, өзің берсең осы жерде артық емес. Үш көзі, бүркіт осыдан кейін соған кезек, үш көзі ұлтта.
Құтбеке апамды айтсам назданасың, адвокат боп қорғауға аз қаласың. Жезделерге көп қалжың айтпаушы едім, сіз қарнар қалжыңыңыз аз ғанашын. Апамның арқасында өсіп өндің, жалындың махаббаттың маздағасын. Әбиғазым айтысқа қатысқан жоқ төте келіп, мен сізді қағытпаймын өте беріп. Өзіңнің ақын туған балдызыңмын, емеспін ұшырасқан бөтен еліп. Торғай қылып қайтесің шырылдатып, көңілін мынау елдің көтереліп. Әбиғазым, жасымнан топқа түсіп жарағанмын, сөйлесем сөз асылын саралармын. Қараманға мен жиен келін едім, ақындық қасиетіммен дараландым. Жиендердің жақсысы нағашыдан, мұны айтсам ой орманын аралармын. Осындайда айтпасам қайда айтамын, ағайын жақсыларын Қараманның. Әбиғазым ақынмын ізгілікті теріп келген, сөзімді саптамаймын еріпкеннен. Алып соқ Төлеубайдай бір нағашым, соғысын ұлы отанның көріп келген. Кейтілерді қорқытып тұлғасымен жақсылап сыбағасын беріп келген. Жеңіс туын еліме желбіретіп, бір жола батырлықпен жеңіп келген. Әбиғазым бұл елде жасық туған ер болмаған, батырлар жер қорғаған, бел қорғаған. Қараманның батыры бүгін байлар, соңынан елген елі қор болмаған. Кеңесіп Кенесары Наурызбай мен Тайшығара бабамыз жел қорғаған. Әбиғазым елінде білімімен қорған екен, білімі көкіректегі ордал екен. Дәрідей кешек өткен бір атамыз, иесі ақыл ойдың болған екен. Дәрінің немересі жаман шалдың, атамыз Шайкемелдей жалғау екен. Осындай асылдарды алып кеткен бұл дүние шынымен жалған екен. Әбиғазым атамыз Шайкемелдей асыл адам, жоқтыққа жоқ екен деп жасымаған. Жұптасып Зылихадай анамызбен тудырып 14 бала асыраған. Адамдықпен сақтаған ар-ожданын, мансапқа мас боп әсте тасымаған. Әбиғазым жан сырын ақындардың ұғып көрген, өнердің биігіне шығып көрген. Жұмағали Өмірбек бір нағашым, сөзінде ер азамат тұрып келген. Ақындардың жолына қажет болса, қалтадан пенсиясын жығып берген. Әйтеуір оғып берген, бұғып берген, көрсетпей жеңешеме тығып берген. Нағашым Жұмағали ән қалдырған, әніммен ел көңілін таңдандырған. Досанып Сәбит ағам роман жазып, жанрын прозаның жандандырған. Шолықып атындағы сыйлықты алып, әлемдік оқырманды таң қалдырған.
кезінде ізгілігін халық көрген, сондықтан жүр ғой орын алып төрден. Ходеніп Мұхтар ағам бір нағашым Меккеге қажылыққа барып келген. Сыпайы мәдениетпен сөз саптаған, жастарға ізгілікке бағыт берген. Құлашын қарамандар кеңгеріпті, қай түрін шаруаның өңгеріпті. Сондықтан да еңбегі еселеніп, бүгінде тұрмысына өң беріпті. Бақыткерей Ғабитпен абзалаған бизнесті бір кісідей меңгеріпті. Сөйлесем сөздің ұста маманы боп, жиеннің жақсы сөзге сараны жоқ. Жиен құрық егерде беріп қойса, менің тіпті көңілімнің алаңы жоқ. Бірінен бір өткен ғой қарамандар ағайын, байқасаңыз жаманы жоқ. Халықпыз еліне жыр арнап жүрер. Қашанда жыр көгінде самғап жүрер. Желдекеп көп біразырақ күтіп қалдым, осындай өлең-өлең жалғап жіберер. Bir gün endi soğuk kayır bize. Жақсы ғой тазыда айтып сен құрбаным, оза шауыл сен маған шалдырмадың. Қарамандан мен дағы жиен едім, алатын ештеңе сен қалдырмадың. Сөз құрсын жүйесі мен жұптамаған, қол соғып халқым мынау құптамаған. Бөгенбай Тайшығара Досайғазы бәрі де Қараманнан шыққан адам. Жаңа айтқан Досанып Сәбит ағам, өнерде бола білген тұтқамаған. Анау отқан жүмекен білеміз ғой, әзілден Сейітті де отқан адам. Айтыстан үдәзәттен бәрі алғансың, ақын боп ет аузындай таралғансың. Жадырадан баталып айтыстарға, республика сахнасына баралғансың. Бірақ та есіңдердің алу екен, байқаймын алу үшін жаралғансың. Қараманды бұл балдыз мақтады ғой, мақтаса Қараманға жаққаны ғой. Дегенмен жиен болып ол еркелеп ибасын ел алдында сақтады ғой. Бірдеңені жиен боп бүгін ал деп түнімен бека сені баптады ғой. Бағила бәрін бүгін жалмады ғой. Қараманға жырларын алмады ғой. Мендағы жиен едім алатын маған іштен ау қалмады ғой. Біздей боп өнер қуып жастарыңыз, ашық болсын ағайын аспаныңыз. Айтыс болып ауылда жатқаннан соң, жөн болмас дедік бұдан қашқанымыз. Айтысып ел алдында шер тарқатып, жақсы ғой көңіл сырын ашқанымыз. Осастың қабылдығын Құдай қолдап,
Tırnıkta kosula versin baslarımız agigagım ey. Desem de köngülümün kıyıp öten, kevdeme şevk var canım jıyıp öten. Aynalayın Torgay'dın kızlarından, Torgay kızım nölgenşe suyup öten. Munday jıyın balıza o kaydadayım, jıyım bolsa kalayışa sayramayın. Yensilegan bağıyla arı edim, jolumdu mende bugün baylamayın. Özümdey apam mayralarday kız tuğuzgan, Torgay'nın toprağından aynalayın agigagım ey. Sanda jizdi şalakın, özünsün bilem narakın. Özündey bolup baldızga kezdespeydi goy erakın. Ekimdey menin kısını, minezim jok et şalatın. Aman Toğaydın kөгünde kalıptay versin kanatın. Mağnalı bolup ömürün мәңгі jezdegen. Mağnalı ötsün ғұмырда әрбір өткен сағатın. Өлеңің жезде өркендеп, тарихқа терең бойласын. Ақын деп елім құрметтеп, мағынасын өнер жоймасын. Мына біздей ақындар халықтың қамын ойласын. Ақынсын ғой сақтаған көкіректе жырдың қоймасын. Алпысты қалдың алқымдап, темірден тұлпар мінгізіп, аман Тоғай алпысты дүркіретіп бір тойласын. Bir minutta kaybır. Mende bir şumbak kandayın, demedim uzak sanmayın. Sözüne senin badıyla kurbatta gitti utandayım. Özümdey baldız bolganda aşık eken mandayım. Amanlık ben osalay görseylardayım. Korkap bir getse kömeyim, köp uzap söylep ne deyim. Kadırımdı eğer sen bilsen, üst senimde bolsun vereyim. Tırdıkta mına vakın bop, özümmen jup bop jeleyim. Alpısımda koyup evi verse, sonra da sağan vereyim. Uvarda dur uvarda. Al tanımla. Bir gıdakın işini bozdurup koyup var bunu. Ha? Hâgıyla akın işini daha bir bozdurup koyup yekâkına. Ortaga Toba ben Amangent'i çakırayım. Toba Ötekbayıp, Amangent Seyithan. Nam asla otkan Toba Ötekbayıp. Kimdesin süysü Xudoy periştemdir, aman salim aman esin ko'rishgandir. Os berib ata
қуанышын бөліскен жер. Амантоғай торғай мен арқалығын, дағдырдың тауқыметін тенішкен жер. Заманында облыс болса торғай, оны район қылмақ бет жемішкендер. Ал арқалық тоз-тоз боп күн өткізіп, халқымен қайта бүгін көріскен жер. Ал енді Амантоғай әуел бастан жайлауында тайғұлын тебіскен жер. Жалдама талай тарих куәсі ғой, Кенехан жағасында желткен жер. Ішінің дүниесі сондай жарық, сыртының сынығы да келіскен жер. Қалашыққа айналып қайрақ Амантоғай, қайратты ерлеріңмен өрістеңдер. Қолбырыңдар Қанеки қажырледім, хазіретке бөліспей беріспеңдер. Әгейлерін, әгейлерін. Айқары ашсам бүгін жыр кеудені, ағайын кем көрмессің күннен мені. Сөйлейін құлан кейкі құтан әуле, аруағы қолдаса іргеңдегі. Қараманнан Қанеки кім бар десе, Меңдібай толғандырат бірден мені. Мазарында әуленің шырақ жанып, тұрғандығын тамсанып кім көрмеді. Ерлігіне бас имей кет алмайды, тай шығара батырды білгендері. Заманында ел билеп байбақтатай, жалтарып ақиқаттан бір көрмеді. Сүлейменнің сөзіне құлақ салып, осында отыр оң құлақ түргендері. Ал енді Шайкемелдің өмірінен көрінет тауқыметті мың жеңгені. Ендеше осыларды құрметтейік біз, бұл кісілер аяды бізден нені. Әрине шейіт болып кеткенімен жан, ақиқат жанымызда жүргендері. Ас бергенге аруақтар разы болса, заң демес пе бұл жердің түрленгені. Күн ертең бәрімізді тәнті қылсын, Амантоғай елінің гүлденгені. Әгейлерім, әгейлерім. Қалайсың аман келді мұртты қара, әуелден өлең сөзге шықты бала. Екеуміз бір ай болды көріспедік, танымай қалдым сені тіпті жана. Кеше ғана кішкентай емес педің, ал бүгін болып апсың мұртты бала. Ендек ай көріспесек біз екеуміз, сен тіпті болып кетерсің түкті бала. Өскен мұрттың ятына қалма енді, таң қалдыршы Қанеки жұртты, таң қалдыршы Қанеки жұртты дара. Әгейлерім, әгейлерім деп. Талайды мейман қылып төрлеткен жер, өнердің мәртебесін өрлеткен жер. Қазақтың қалқы бішер қаймағындай, Шайкемел Сүлеймендер ер жеткен жер. Тосынның тосын соққан дауылындай, талантты тыныш жатпай терлеткен жер. Қазаққа
аяулана алтын апам. Өнерін өміршең қып өрлеткен жер. Тұғырлық биігіне құстай қонып, ғұмырлық бақытты дейді сенді өткендер. Бағырысы тарқамай берекесі, қонақ келсе қойегіз төлдеткен жер. Арқалықтың сәлемі деп қабыл алған, жалдаманың толқынын тербеткен жер. Ассалаумағалейкум аман болғай, бесігін тектілердің тербеткен жер. Біз екеуміз шығамыз қандай жылға? Сен өзі болашаққа барлайсың ба? Ініңменен айтыста қағысасың, менен көрі ағадай нардайсың да. Ол орас маған да мұрт өсіп қалған, жөндеп қарап оған көз салмайсың ба? Артыңда інің өсіп келатқанын анда-санда есіңе алмайсың ба? Жасыңда 20-ға жетіп қапты, менен көрі сақалды шалдайсың да. Бірақ та әлі күнге бойдақ жүрсің. Қыздарды бақпен жүріп таңдайсың ба? Таңдаған тазға барып жолығады, осы сөздің байыбына бармайсың ба? Бүгінгідей мүмкіндікті құр жібермей, Қараманның бір қызына бармайсың ба? Ұрттыларды мәзақ қып жүре берсең, сақалың сапсиып жалғыз өзің қалмайсың ба? Сопайып соқаласың жүре бермей, жігіт боп қыздарға сөз салмайсың ба? Қараманда әнші де бар, биші де бар, дәл осындай өнер бар әрқайсында. Мысалы Абылова алтын апам, қайсарлық байқатпамен қандайсында. Қаймағы бұзылмаған Қараманнан қыз алып қызығына қанбайсың да Шабысын байқаттың ау сәйгүліктің, отырсың басын салып қайғырықтың. Әрине жарқалайық сұлу болса, жүрген жоқ үйленуден айнығыптың. Сен болсаң Қараманнан қыз ал дейсің, ол беретін бермейтін жайлы ұмыттың. Опанай бере салса қарағым-ау, осынша сөйлермедім шайлығыптың. Мен түгілі азамат Мәлжанбайда, етегінде еріп жүр айлы үміттің. Әйтпесе Қараманның қыздарынан дәмесі жоқ деп жүрсің қай жігіттің. Қыз алсам Қараманнан заңдастырып, азамат сен боларсың жолдас жігіт. 40 күн ойын тойды өткізерем, нотариуске отырсам мөр бастырып. Содан соң барлығыңды тойға келіп, қоймаспын отырғызып молдас құрып. Ол тойда алтын апам бастаған топ мың бір алып билемей қалмас тұрып. Шамбырбай әнші көкем қырмыз апай, тамаша ән сап берсе таңдаштырып. Ал енді Жұмағали ағамыз бұл ішінде Қараманның алмас жігіт. Ол кісі әнде салат, күйде тартат,
70 түрлі өнерін алмастырып, Бейсенбайдай ағамыз күйін төгер, әрине ол жағынан болмас кідіп. Осылай қарамандар қызын берсе, сол тойда төгілер ет бар жақсылап. Шайкемелдің ас берген осы тойын кетерін құдалықпен жалғастырып. Әмейлер. Үш көзі күшті осыдан кейін бір кетіп. Қазақтың той бұғын құрбы бекі, қонақ келсе қарсы алып шыр-шыр етіп, ас беріп қарамандай атасына, Алладан тілек дұға сіркір етіп, еске алып аруаққа бата тілеп, әр пенденің жүрегі бірдір етіп, Алла деп бұл баланың сөз алғанда, Амантоғай қырынан тай шығара, шауылғандай шулаңдар дүркір етіп, ел отыр бұл арада еріміздер, әр ақын өзіне тең серігіздер. Байқасам бұл ағамның арманы көп, тектілердің ішінен теңіңіздер. Дегенмен бұл балада тексіз емес, әр аталы сөзінің шегіңіздер. Бұл балам Қобыландының тек, бұл ағам Қобыландының тек тұрпағы. Көре алмағандар өкініштен өліңіздер. Әрі әнші, әрі ақын, әрі сері, оғанда көңіліңізді бөліңіздер. Және де жоғары оқып жатыр, түбі бастық болмай ма төріңіздер. Бұл ағамның бар сыры маған мәлім, сондықтан жарнамама сеніңіздер. Әдемісі бір қызды беріп алып, содан кейін аямай жегіңіздер. Керек болса беремін гарантия, қыздарыңды беруге көніңіздер. Егерде бір ағаттық жасап жатса, гарантиясын көрсетіп келіңіздер. Жарнамасын жасап берген сен бала деп, жерден алып жер көріп сөгіңіздер. Аяқты. Ағайын мендей болсын жолы бар жан, кетедің бойлап терең жолы барман. Жақсылап жасап бердің жарнамамды, жалпы бүгін тобаның жолы болған. Дегенмен сәл-сәл ғана жетіспей тұр, жөн шығар мәліметті толық алған. Мен өзім қарбыз егіп бақша баптайым, еңбекпен жерден жеміс орып алған. Ал ақындық әуелден кәсібім ғой, сол арқылы әншіде болып алған. Көзінің тірісінде құрақбайдай әуледен бата тілеп жолын алған. Елбасы Қостанайға келген кезде мен оны көрмек түгіл қолын алған. Ерлігімді айтайын, былтыр атпен Сарқопадан 4 қасқыр соғып алған. Айтпақшы ұмытып бара жатырмын ғой, күрестен де 4 рет орын алған. Құрметтеп аталы сөз ұққан бала, дәл сендей, дәл өзіңдей сөйлейді ұққан ғана. Сыйғасы сыраға бал демейді ме, сен өзің сияқтысың құптар бала. Мен де сені берейін жарнамалап,
бізге Құдай жар болдау жұптауға да. Бұл бала ақан туған Ақкөл деген үмбетейлер жерінен шыққан бала. Ал биыл арқалықта 11 оқиып намысын талай жердің жыртқан бала. Кеше ғана Қостанай қаласында бас жүлде алып айтыстан ұтқан бала. Халықаралық талантты балалардың кітабына басылып шыққандары. Бір адамдай әнді айтып биде билейді, самғап кейде кетеді бұлттарға да. Ал енді мен айтпаған тағы нем бар, шамасы айтылмаған түк қалмада. Біз айтпаған, біз білмейтін өнерің болса айтарсың, дегенмен жалған айтып жұртталдама, әгейгәгін. Аяқтаңдар осы. Осы соң. Ол сөзіңе ініңіз мақұл дейді. Ер жігітті өсірер ақыл дейді. Бар өнерім жырыңа арқау болды. Тоба мені әншіде әғын дейді. Екеуі ел алдына шығып алып, бірін-бірі жарнамалап жатыр дейді. Жарнамалап айтсақ та жарасады, қазақ болып туған соң ақын мейлі. Мақтансақ та, ағайын мақтасақ та. Себебі өсер елдің балалары бірін-бірі бағалап батыр дейді. Әгейгәгім. Сойылын семсер сөздің ұралық бір. Бүгін саған салатын бұғалық бар. Бағана өзің айтып өткендей-ақ осы тойды жалғастырар құдалық бар. Қараманның бір қызын алам демең, ал енді уәдеде тұралық дәл. Қараманнан қыз алсаң өкінбейсің, бұнда туған әр адам кінәлықтар. Сен үйленем дегелі неше ай болды. Келін алсам қуанып жуалық дәл. Сондықтан ата-анаңды көп күттірмей, осы жолы точына қыз алып бар. Аяқта. Бір куплет, бір ауыз. Ұшқын келіп отқаны көк карман боп, сөйлейіп, топты жарып сөйлейіп тек тарлан боп. Мен 13-тен асқалы ата-анама маған әйел әперу кетті арман боп. Ал бүгін 13 түгіл 20-ға да күн ертең жету үшін көп қалған жоқ. Айтысқа кеткен сайын әкелем деп, дегенменен әкелдім деп барған жоқ. Бұл жолы бір неме қып апармасам, ата-анама қарайтын бет қалған жоқ. Аяқта. Қарызым мен парызым бар мойында, айналдырып отқан жоқпын мойында. Жалдаманың бойында, Шайкемелдің тойында, бір қыз алып қашуда бар бойында. Ағын болмас тілден қиылса, ал айтайын қарамандар жиылса. Жарнамалап сен дайттың, нарға балап мен дайттың, қыз соныкі қайсымызға қиылса. Мен үйленіп алайын, сен қоятыр бұйылша, содан кейін үйленерсің бұйырса.
Сұрап тұрмын ал ойланып көріңдер, не бүтін қып не екіге бөліңдер, қыздарыңды беріңдер, аш қылмаймын сеніңдер, ертең сосын үлкен тойға келіңдер. Қайшығара батырдай, Мұқағали ақындай, ел тудырам ертен үшін келіңдер. Рахмат. Қадірлі ағайындар, күйеу бала болуға үміткер тоба шүкір болсақ қой. Күйеу баланың жолдасы болуға үміткер аман кетшін болсақ қой. Осы ағайындар, мұнда Айдан Сейді Ахметов деген азамат келіп отыр. Елдің мақтанышы осы арада туған азамат, осында біздің қалада туған. Oylamanglar zütte Vastada ürün kurmaydı Ötüp gittin sunsalgan Kaytırıp muyun kurmaydı Öyle. Adam kolak ömrü bir gün kolun bulgaydı Terlikten tür bilgisiz Ağın bir sutlaydı Ben tapkan aram ezinde kayır olmayday Pendelim güzel tırlıkta Bağında üskün beytilik bütün tapsan solmaydı Azamattan tuğan aslı Orpaktın kamın oylayday Adam bok kettirdim ömürge Adam bok ketsin telingim
Көбінесе республикалық осы әншілер байқауының бірнеше түрде жеңімпазы Айтаншы тағырбас. Садалса алтын арзан айқаяқы Бәқырмыстан ары тозған қоғамға ақын дұшпан Ақын тілі ақиқат айта білсе Қуаты кем болмайды атылғыштан Байраққа қыран салған қайран едім Атың адам болған мен затың ұстан Анамдай алқа дедім аманбызын Атқа шапқан баласы үшін тәқім қысқан айқаяқы Шайқамал атам менің айқаяқы Мақтан шығар Жәннаттан жол орнын тапқан шығар Балаларым мен жайлы не дейді деп рухы ортамызда отқан шығар Еліңде аты шыққан ерлерің көп Атамды естіп едім, көргенім жоқ Өмір жолын мен айтып берер едім Сөз жебесін түзіп атқан мергенің болып Бірақ та оның бәрін білесіздер Сондықтан шортпа сөз тергенім жоқ Енді бірден кірісейін айтысуға Баяндама оқуға келгенім жоқ айқаяқы Аман ба, азаматтай айқаяқай Қаратайым Мен сені бір кәдеме жаратайын Жамылсан саған көрпе жетпеуші еді Өзің бір жан болсаң да қарапайым Шайнасып айтысайық қызық болсын Аянып қалма сенде балақайым Сабызғыдай сыздатып домбыраңмен Ағаңды жалғап жібер сорақайым айқаяқы Басталасақ тиіспей бойға көкем Одан да берілсе қарасаңшы ойға көкем Ойым емес бойыма жағаласып Бұлмамай түсіп кеттау жолға бөтен Аласалар ұзынды көре алмайды шынымен Мына өмір жалған екен Білесің еңсегей бойлы ересімді Сол боймен елге пана қорған екен Қараман тайшығара атамызда бой жағынан өлшемге толған екен Ол аз десең Шайкемел атамызда Мына дәлмендей сұңғақ бойлы болған екен Арвақты атамызға кір келтірмей Ұзындардың намысын қорғап өтен Бисмилла аршылып жырдың дәні Гүл горанар кез келді қырдың бәрі Аман ба аталар мен әжелерім жүрегіңе жетсе екен жырдың нәрі Аяулы алтын тамыр аман тоғай тұрмысың жылдағыдай ырғым бәлі Айтысқа алып ұшып келдіңдер ме ауылдың ибалы қыз мырзулдары Мамайдай марғасқақын есенбісің көздеп атып көрейік жырғыл жаны Ақындар мен бірлікте әнге басып сайрасын туған жердің бұлбұлдары Бүгінгі берілген ас қабыл болсын тек сіздерге арналар жырдың бәрі Ассалаумағалайкум сәлем бердім армысың аман тоғай тұрғындар ей Тақырыптан тапшылық сезілмесін Тақырыптан
сезілмесін. Ақбұлақ құя алмаса теңіз кесін. Елдің қамын ойлаған дәр атамыз, ұруының тілеген бөлінбесін. Үмбетай көбектерден Қараманның тайшығарасын ап келген серім дерсін. Сол дәрі атамыздың тіке ұрпағы жаманшал, сол дәрі атамыздың тік ұрпағы жаманшал тоқтатқан жоқ өмір көшін. Жаманшал атамыздың бел баласы Шайкемел атам тойын елім көрсін. Жетімдіктің азабын көп көрсе де қарадақ түсірмепті сенің кешін. Талай жыл ел басқарып, мал өсіріп, ырыспен тасытыпты елір кесін. Арбағы үшін ас беріп той жасаған, баталул бақыт керей ерім дерсін. Жұмағали Мұхтардай ағаларым өнермен шежіреге егіз дерсін. Осы елдің бір баласы Сәбит Досан, оны айтсам таяздамас теңіз дешін. Жаңбырбайдың бір ұлы осында отқан, құрдасым келтіретін көңіл қошын. Мен көрген Қараманның осалы жоқ, ең жаман мына Алмат, менің досым. Мамаяға өзіңен сауықсын ғой, өнерің мен халқыңа жарықсын ғой. Сен жайлы да айтайын біразырақ, маған ақыр ауызды салыпсың ғой. Жеті қат жердің бетін кезіп жүріп, Қыпшақтың бір сұлуын алыпсың ғой. 30-ға келгендерің есің кіріп, арқалыққа оқуға барыпсың ғой. Группада атаман боламын деп талай ұлдың шекесін жарыпсың ғой. Оқуыңды сырттайға ауыстырып, биыл қайта ауылды тауыпсың ғой. Семіріп алған шығар деп жүрушем, әлі де шыр бітпепті арықсың ғой. Жеңгеме 2-3 бала таптырам деп аш күзендей бүгіліп қалыпсың ғой. Алла деп аламанға айқаяға түскен едім. Әнім ай шықпай жатып біспен едің. Тапалсың деп және де айтып қалдың, бұл өзі тарлығыма іш көремнің. Бой бермеген Құдайым ой беріпті, ойым барда мен неден тістенемін. Бұл күнде 3 баланың әкесімін, ұзындардың істей алам істегенін айқаяғы. Білімге бар ғұмырды айқаяғы. Арнап өтем, сондықтан биіктерде самғап өтем. 30-дағы студент деп қояды, шынымен мынау үнім аңғал екен. Сауаты болмаса да Жамбыл бабаң, өнердегі алыпшың заңғар екен. Жасында ғылым бар деп ескеріп екен, Абай атаң талайға арман екен. Ұлы ғалым Ломоносов білесің ғой, 20 жаста мектепке барған екен. Қазіргі елбасымыз Нұрсұлтанда оқуды кеште оқып алған екен. Мысалы Мұхаммедті білесің ғой, 40 жаста пайғамбар болған екен айқаяғы. Ас берген Қараманның айқаяғы ерлер екен. Бөкенбай Батыр бабам мерген екен. Одан кейін Тайшығара би шығыпты, ел жұрты біргісі дейсенген екен.
Маушабайдың Нұржаны әйгілі ақын бір жылы сол кісіге келген екен. Еліне құралақан қайтпасын деп кетерде қосат жегіп берген екен. Жарасал бұл кісіге қыран десем, далада еркін жүрген құлан десем, Тайшекеңнің бүгінгі ұрпақтары шындық қой тектілікпен сыңар десем, Нұржандай ақын болып мен де келдім, жанымыз жақсылыққа құмар десем, дәл бүгін қолдарыңды қайтармасем, бабамның қылғанысын қылам десең айқаяғы. Әдемі шапан киіп айқаяғы жайнап жүрсің, бұлбұл боп ел алдында сайрап жүрсің. Ағаң болып бір кеңес айтайыншы, осы сөзің өзіңді ойландырсың. Жасың асып 25-тен кетсе дағы, сен осы әлі күнге бойдақ жүрсің. Көрінген көріктігі өлең айтып, арулардың сезімімен ойнап жүрсің. Үйленіп қазақ санын көбейтсеңші, тым болмаса қоғамға пайдаң тисің. Әй бірақ айтыс қуып жүрген бала, сүйген жардың қадырын қайдан білсін айқаяға. Өлеңді бойдақсың деп айқаяға жүндей жылдың, назыма құлағымды түрмей жүрдің. Сүйген жардың қадірін білмейді деп, әніңді осылайша күндей жүрдің. Құдайға шүкір, қыздарға сиымыз бар, көп қыздарға арман боп гүлдей жүрмін. Суда жүріп шөлдеген балық құсап, бірақ та басым қатып күлмей жүрмін. Торғайдың қыздарының бәрі сұлу, қайсысын аларымды білмей жүрмін айқаяғы. Шынақым болсаң ағасы, мағанда бір қарашы, тықышып тұрған тұлпар ем, тұяғы қызған тасырға, артында асыл сөз қалсын, дәл 25 жасында. Артында асыл сөз қалсын, дәл 25 жасымда, шайырша сөйлеп көрейін, Шайкемел атам асында, өйткені сөзді түсіндер, жақсымен жайсаң осында, қолырып енді демеймін, маған қарқам қосылма, қараман, қолдасаң мені ағайын, тайшығар атам ап келген, тортөбел аттай шабайын. Со кезде менің гүлденет, мінекей солай маңайым, таң атар бидей ақ сөйлеп, қара қылды жарайын. Бөгенбай батыр секілді, үзеңгімді шіреніп, жаяу тұндай жанайын. Исақ балуан секілді, тобықтан сені қағайын. Мұхаммед Сапа атамдай, жыныңды қағып алайын. Мектепке берген өз үйін, Ходен атам секілді, өлеңмен сарай салайын. Омарып Жұмағалидай білімнің шамын жағайын. Ол аз десең ағасы, Қараманнан бір қыза босында мәңгей қалайын айын. Ақынды күтсең мамай анық менен, мен саған тағы пәле тауып берем. Оқуды да сен дұрыс оқи алмай, апта сайын ауылға шауып керең. Алматыда 6 ай жұмыс істеймін деп, бір айдан соң есірді тауып керең. Былтырғы мен қатысқан аламанға, айтысуға сендаға барып керең. Бәлкім оны мұна жұрт білмейді ғой, сондықтан елге жаңа бағыт берем.
Бірақ сен қарсыласты жеңбек түгіл аламан айтысты да жауып кебең. Экраннан ел қазір айтыс көрмейді, ол да сенің кеселің анық білем. Желпініп мұнайтысқа жетіп кепсің, арт жағы не бол, желпініп мұнайтысқа жетіп кепсің, арты жақсы болсын деп шабыт берем. Ағасы неге екенін әйтеуірмен сен жүрген жерден ылғи қауіптенем. Соңғы кезек, бабай, соңғы кезек. Көргенде көпшілікті айқай-ақай шаттанасың, кеудеңнен асыл жырды ақтарасың. Аламанға екеуміз барған едік, қырандай торға еліп аптағасың. Аламанды жаптың деп кінәлайсың, саған ашып берейін ақ қарасын. Қазір айтыс біткеннің бәрі жабылып, сөзіміз жоғарыға жақпағасын. Айтыс бола ма айтыңдаршы, ашынып ақиқатты айтпағасын айқай-ақай. Отқан жоқ саған інім айқай-ақау, шүйлік келі, дей көрме ағам илікпеді. Айтысты жауып қойды көкелерім, қарсы болып жоқ, адамдар қарсы болып биліктегі. Бірақ та билігіңнен қорықпайды, Жұмағали әкемнің жүйріктері айқай-ақау. Өнердегі алуан саласы бар. Жұмағали әкем бізге жанашырдай, ерекше еркелетіп мына мені өзінің көруші еді баласындай. Өнеріміз өшпейді, өлмейді де, әкелер аман болса дәл осындай. Әкелердің сенімін ақтайтұғын, бәқытқа тура бастар жол ашылғай айқай-ақау. Айтысқа талай жерге барған інім, ақым боп қалың топты жарған інім. Сен жақсы, мен тоқтатайық, соңынан еріп жүрген тарлан інім айқай-ақау. Көркем жырға толып тұрса көкейдің, онда менде төкпелеуге көшейін. Қолымды соқ айтыс құмар ағайын, тілім барда жырлап кетейін. Осы жерге сіздер үшін келдік қой, тархан елді көзімізбен көрдік қой. Дағдарыс кеттің келетіп жатса да, ас беріп те айтыс жасау ерлік қойы. Өгіз күні бұзауға да туады, сарқылмасын туған жердің бұлағы. Аман тоғай аман болса ел жұрты, әлі талай шайкемелдер шығады. Ойласам өседі ғой мерейшін, қолдаушым мен қорғаушым ел жебейтін. Том-том болған тарихыңды қопарар, қараманның тек тұлдары көбейсін. Баба салтыр міні солай жол қылғанна, ақтық жайып чала білген мол құрбанна. Сұңқар мінез қыран көңіл нартылға, бақыт керек аға тұршы орныңнан. Бүгін туған елден баталдың, сілей қадай сүтін ақтап апамның. Жатқан жері жәннат болып қашанда, жәннат болсын қашанда, ел сыйлаған шайкемелдей атамның. Осы менен аяқтайын жырымды, желбіретіп өлеңдейтін туымды. Алағайын көріскенше аман бол, берген асың қабыл болсын бүгінгі. Алағайын көріскенше аман бол, берген асың қабыл болсын бүгінгі. Ой, рахмет. Ал ортаға әқтер шақырайын жаңа айтысқан. Азаматтайын ісі ағасының тынысы, осы менен тәмәм бұл екі ақымның жұмысы. Ақау жаным айдай, қараманға қарымдай.
қосылыңа қосылып жадыраңдар жайына. Рахмат. Ақындарды, тағы әнші, айтарды ортаға шақырайық мына. Ермен қана келіңіздер. Мында мен бір жігітті таныстырып қояды, осы елдің күйеуі, жаңа Қараманға күйеу боламын деп атқан азаматтарға жолын берсін. Марат қайдасың? Біздің осы Байғабыл осы елдің күйеуі. Марат, орнына көтерілші. Міне, Марат күйеу қайда? Жарайды. Bir gün ортаға шық. Бермен қана келді. Мынау үш әнші бар, сендерді бермен қана шығыңдар. Алыңдар. Мынау орамал тонға жарай ма, жолға жарай ма? Мына бүгінгі бірінші осы көрермендердің сендерге жасаған ықылас пейілі, іште айтылған ниеттері, сол Алла қабыл етсін. Осы өнер жолында өркендеп көркейе беріңдер. Мынау бүгінгі осы астан сендерге құрмет, осы шапанды да бәрінде осы конверттің ішінде орап салды. Бірінші бүркіттің кейін. Aydan әншіге. Азамат. Абай. Тоба. Осында мынау біздерді өнер көшірдім деп отқан үш әнші балалар бар. Бермен қана келді сен, үшеуін қайда? Осы әнші ағаның айтаннан бұрынғы осы әншілердің, осы мынау ақын ағалардың сендерге жолын берсін. Бүгінгі неден осы астан сендерге ал ағайындар, қазір асқа өзі екі кезек болып, сырттан келген үлкен кісілер бірінші кезек сосын қалғандарын тарқап кеттіңдер. Сол ас қазір өздерің білетін Шәкеннің тойханасында өткізіледі. Енді осы арада бір айтылатын жай, мына бүгінгі осы астың құрметінде, және осы Шәкемен ағамен Зиға жеңгемнің бөлініп отқан асының үстінде мына жаңадан салынып жатқан мешітке арналып әңгімеленген үлкен сый-сияпаттар оның бәрі түгелімен тапсырылады. Мешітке ыдыс аяқ. Ол осында бақыткерей жанұясының соны әкеп отыр. Сондықтан естеріңізде болсын деп мен әдейі сол осы қазір айтайын деп отырмын. Ал енді астың жалғасы мынау Құран оқу бәрі түгелімен асқана өтеді. Канал үлкендер жағы ақырындап шыға беріңіздер. Canlarım şansları, durmana sevgi.